Міне аны біршама кестік, тоқтаттық. Өйткені мына жердегі штамдағы негізі штамда өйткені ертең өсетін болса мынау арасынан өтуге қиын болады. Қасы төмен жақ жауып тастайтын болады. Сол үшін меніңше штамды негізі деңгейге дейін көтерген дұрыс деп ойлаймын. Мына жер негізі дұрыс кесілмей қалыпты. Осындайдан байқаңыздар, мына терең кіріп кетті ішке. Мынау кесетін кезде мынандай мына жерден мойыншасы болу керек осындай. Көрдіңіз бе? Егер осы сияқты кесетін болсаңыз, мына тез жабылатын болады. Тез бетіне мына тамыр деп қабық өсіп келіп, үстін жауа беретін болады былай. Егер мына терең кесіп берсеңіз, мына жер кішкене қалып кететін болады. Сосын мынау мынандай айырдан негізі мейлінше сақ болған дұрыс. Негізі мынаның болашақта мына екеуі арасы айырылуы мүмкін. Көрдіңіз бе? Екі жақтың қабығы бір-біріне тіресіп, мына жерде қабаттасып жатыр. Яғни осы жерден ертең ылғал жиналатын болады, осы жерден неше түрлі инфекциялар осы жерден пайда болады. Мына арасын аштық, кішкене ертең ауа кіретіндей, күн сәулесі түсетіндей. Өйткені күн сәулесі жапыраққа түспейтін болса, күн сәулесі түсетін жапыраққа қарағанда, күн сәулесі түспейтін жапырақ фотосинтез процесін 10 есе аз жүргізеді. Яғни 10 есе күн сәулесі аз болады, ода 10 есе көмірқышқыл газын аз сіңіретін болады. Яғни 10 есе органикалық затты түзетін болады. Сол үшін бізге мейлінше күн сәулесі түсетін, жақсырап жел түсетін, сонда бізге сондай бір кеңістік керек болады. Мынау бүгін біздің жасағанымыз біршама ескі ауласындағы осы ішіндегі мейлінше ішінде тіке өскендерді алдық. Мыналарды жанын астына қарап бұрдық кішкене